Ақтөбе қалалық орталық мешіті ұсынады. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгінгі дәрісімізде біздер өткендегі әріптерімізді қолданыста, яғни сөзде қалай қолданамыз, соны бір жаттығу ретінде өтетін боламыз. Бүгінгі дәрісімізді бисмилля. Алдында бірінші дәрістерімізде айтқандай, мына кітаптарды негізінде пайдалану керек. Ішінде жаттығулар бар өткені. Сол жаттығулардан өткен дәрісімізге бір мысалдар жазсақ, және оны қолдансақ. Мәселен, фатхаға қатысты бір-екі мысал жазайық. Өткен әріптерді қайталау ретінде. Ро, зә, қо. Вә, зә, фә. Және уауға мысал келтірейік, неге? Фат кәсіраға. Дә, ри, бә. Уә, ри, мә. Даммаға мысал. Ә, ду, бә. Ро, ду, ха. Сүкінге мысал. Дәр, сүн. Су. Дәу, су. Осы жерде, құрметті жамағат, мына әріптерге, сөздерге қарап отырсақ, оқыған кезде алдында айтқанымыздай бірінші әріпті оқимыз. Мысалға, р әріпі ме? Р. Одан кейін фатха. Ол ә немесе а деп дыбысталады дедік. Р әріпі бұл жағдайда жуан айтылатын болғандықтан р, а, ра. З жеңішке әріп болғандықтан, мұна фатхасы да жеңішке болады. Зә. Қ жуан әріп болғандықтан, бірінші қ, фатхасы да жуан болады. Қа. Таза а емес, қа, ра деп жуан қылып айтамыз. Сонда біз оқығанда ра, зә, қа осылай қолданамыз. Келесі мысал. Д әріпі. Д әріпі жеңішке болғандықтан, мұна фатхасын жеңішке айтамыз. Ә. Дә. Р. Бұл жағдайда р кәсірамен жеңішке айтылатындықтан, р-ны жеңішке айтамыз. Кәсірада жеңішке айтылады. Ри. Б жеңішке әріп, фатхасы да жеңішке болады. Ә. Сонда дә, ри, бә. Дә, ри, бә деп қолданасыздар. Келесі сөзде уау әріпі жеңішке. Уә,
фатхасы да жіңішке болады. Уә. The сақау әріп, ол да жіңішке, сақау әріп, басын былай сызып қоямыз. Фатха жіңішке болады. The. Ф әріпі, Ф, жіңішке, фатхасы. Сонда уә, the, фә деп қолданып осылай оқимыз. Келесі сөз уә, фатхасымен бірге айтамыз бірден. Ри, кәсірамен, ри, мә. Уә, ри, мә. Келесі даммаға мысал пока қоя тұрайық. Ду. Д әрпі жіңішке, даммасы да жіңішке айтылады. Ду демейсің, ду деп жіңішке айтасың. Ду, б, ду, б. Ра, жуан айтылады. Ра, ду, ду, ха. Ха жіңішке әріп, тамақ қысылып шығады. Ха. Ро, ду, ха. Келесі сөз бізде сүкіммен. Ол қалай дыбысталады? Қараңыздар, әдеттегідей бірінші бастаймыз. Д әрпі, Д, А. Яғни, фатхасы жіңішке. Д. Одан кейін ұр әрпі. Одан кейін дыбыс жоқ, р-дан кейін ешқандай харакат болмағандықтан, р-ның өзінде сүкін тұрғандықтан, дәр деп не істейміз? Алдындағы сөзге қоса саламыз. Дәр. Буынға бөлгенде солай бөлесің. Дәр. Содан кейін не? С, у, су. Дәр, су. Осылай қолданамыз. Келесі сөз тап солай. Д, Д. У әрпі харакат жоқ. Сүкіммен тұрғандықтан, удың өзіне ұрамыз. Бұлайынан дыбысты сол уға осылай бүйтіп уға ұрасын дыбысты. Сонда дәу, су. Құрмет жамағат, міне осылай әріптерді сөзде осылай қосып оқып үйренеміз. Осылай асықпай. Бір айтып кететін нәрсе тағы да, мына харакаттардың көлемі, харакат, яғни әріптен басқа, мына қосымша дыбыстар, оны харакат деп айтады дедік, фатха, касра, дамманы. Сол дыбыстардың көлемі бірдей болу керек. Мына дыбыстардың көлемі. Ро, зә, қа. Ро, зә, қа. Дыбыс бірдей болу керек. Дә, ри, бә. Біреуін созып, біреуі қысқа болып қалмау керек. Барлығының көлемі бірдей болу керек. Осылай біздер әріптерді сөзде осылай қолданамыз. Осымен бүгінгі дәрісіміз тамам. Келесіде кездескенше.